2019 жылы. Одан кейін бізде кооперативте Қазақстан емес, бізде уже тағы да 2 мемлекеттен үй алуға болады, жаңа айтқандай. Грузия мен Турциядан да алуға болады. Сонда Қазақстан, Турция, Грузиядан 3 мемлекеттен біз үй ала аламыз. Сондықтан ал енді ары қарай жаңағыдай айтып тұрған мына кісі енді бір орында тұрмай кооперативті ашты, енді біреулер алып жатыр үйлерін, мысалы біреу машина алып жатыр. Енді бір орында тоқтамай ол кісі жаңадан қазір жаңа проект ашып отыр. Проект деп отырған ол кісі енді бәрін көріп отыр, зерттеп отыр. Мысалы бізде Қазақстанда таксимен мысалы жүресіздер ғой. Такси шақырасыз, таксимен жүреміз ғой жалпы біз. Енді көбінесе қарап тұрса бізде Яндекс мысалы ол Ресейдің немедері мысалы, иә. Енді көбінесе халық айтып отыр, өзіміздің Қазақстанның отандық такси бола ма, болмай ма деген көп сұраймыз ғой мысалы. Сондай бір ой келді мына кісі. Осылай бүйтіп Қазақстанның өзіміз отандық такси шығарсам деп сондай бір ой келді. Ол кісі тоже осы немен ашпай тұрып уже 2 жыл бойы проектті шығару үшін осымен жұмыс істеді осы проектте. Енді міне мына проектті енді ашып отыр, бірақ та пока такси әлі пробный тек қана Ақтөбе қаласында, енді бұйырса осы Өскеменнен де бастайды осы жұмыстың. Сондықтан мына таксиіміз мобильное приложение деген ашылай жатыр. Мобильное приложение болғанда мында қалай біз мысалы ертең осы такси шыққан кезде сол таксимен жүреміз ғой. Сондықтан біз мысалы сізге мысалы сізді шақырып отырған Тана ханым, иә? Тана ханымды Құлпан ханым шақырып отыр. Мысалы мен Құлпан ханым жаңағыдай сол таксидің приложениесі бар, өзімізде интернеттен болады. Соны ашу үшін мына кісі мысалы ссылкасын Тана ханымға жібереді. Одан кейін Тана ханым алады сізге жібереді. Сіз соны регистрацияны жасап, сол жаңағыдай міне мынандай Е-плата деген приложение ашасыз. Ертең сол осы приложение арқылы осы жаңағыдай таксимен жүресіз. Осы такси шақыруға болады, жүруге болады. Одан кейін енді мына жаңағыдай мен мобильное приложение такси несімен жақсы. Жаңа міне Құлпан ханым Тана ханымға жіберді, Тана ханым сізге жіберді, сіз мына кісіге жібересіз. Бір-бірімізге жібере береміз, иә? Сондықтан мына кісі тағы да өзінің туысына жібереді. Сонда неше кісі? 5 кісі бола ма? Бізге 5 кісіге дейін, мысалы сол 5 уровняға дейін шақыруға болады мысалы кісілерді. Ертең мысалы такси бастаған кезде мен таксимен жүремін мысалы. Ертең мысалы қанша адамдарды шақырдым ғой. Мен мысалы мен тоже қызымды шақырдым, қызым өзінің подружкасын шақырды, кете береді. Мен енді сол 5 уровнядан қаншама бонус ала аламын. Ертең сіз бәрілеріңіз таксимен жүресіздер ғой. Сол Құлпан ханымға мысалы бонус түседі. Сіз мына кісіні регистрация жасадыңыз ғой, мына кісі ертең таксимен жүреді, мына кісі таксимен жүрген үшін сізге бонус түседі. Бірақ та ол бонус түсу үшін біз не істеуіміз керек? Қазір сізге сұрасыз, міне. Осындай бүйтіп 5 уровня, 1, 2, 3, 4, 5. 5 уровняға дейін кісі шақыра аламыз. Әр неден біз жаңағыдай бонус ала аламыз. Ол бонус бізге алу үшін бізге бірінші тарифный план сатып алуымыз керек. Тарифный план қалай түсіндірсем, мысалы біз алдын ала бүйтіп тарифный не сатып аламыз ғой, Билайн мысалы қолданамыз, сим-карды сатып алған кезде, бір өзінің недері болады. Одан кейін тағы да фитнес-клубтары болады, мысалы жастар барады, абонементная плата секілді 1 жылға алады. Сол секілді бізде де мында тарифный план бар, 1 жылға алуға болады. 1 жыл болғанда бір аламыз, ол өмір бойы сол сақталады. Енді мысалы бізде жаңа айттым ғой, 5 уровня бар. Бұл кішкене жаңа сетевой ұқсайды, көбінесе айттық қой сетевой, бірақ бұл сетевой емес, мында осындай мүмкіндік беріп отыр. Енді каждый уровеньге бізде тарифный план болады. Жаңа айттым ғой, 5 уровень. Бірінші уровень жаңағыдай міне Меркурий бар, екінші Венера, 3-ші Земля, 4-ші Марс, 5-ші Юпитер. Енді біз мысалы бірінші уровень мен мысалы тікелей адамдар айтам ғой, мен астыма тікелей мысалы қызымды жаздым, ұлымды жаздым, құдағайымды жаздым, бауырымды жаздым, олар бәрі бірінші линияда тұр. Олар өздерінің жолдастарын шақырады. Олар екінші линияға кетеді, иә? Енді мысалы мен бірінші линиядан маған бонус түсу үшін мен бір тарифный план сатып алуым керек. Ол бір тарифный план 150 мың теңге тұрады. Одан кейін сол жаңағы бірінші линиядан ғана мен сол бонус аламын. Егер мен 5 уровнядан бәрінен бонус алғым келсе, мен 5-еуін бірақ сатып алуым керек. 5-еуін алады. 5-еуін бірақ аламыз. Бір қарағанда енді бұл үлкен ақша. Иә, бір тарифный план 150 мың. 5-еуін алатын болса, біз 750 мың. Бірақ та сол 750 мың ертең сіздерге қайтарады. Ол қалай мысалы? Егер мен мысалы Құлпан ханым шақырдым, мысалы айтайын, иә? Мен мысалы алдында 5-еуін бірақ сатып алдым. Менде 750 мыңға 5 тарифный план сатып алдым. Мен Құлпан ханымды шақырдым, ол кісі осыны түсіндіріп беремін. Ол кісі айтады мысалы, маған да керек, мен 5 уровняда бәріне бонус алғым келеді дейді. Ол кісі тоже 750 мыңға алып алады. Егер мына кісі Құлпан ханым 750 мыңға бәрін сатып алатын болсам, маған осыдан 50% компания қайтарып береді. Мен өзім 750 мыңға сатып ғой, иә. Енді мына кісі тоже 750 мыңға 5-еуін сатып алады ғой. Маған компания 50%-ын қайтарып береді. 375 мың теңге маған сатып қайтарып береді. Егер Құлпан ханым айтады, маған 5-еу керек жоқ, маған біреуді жетеді дейді, біреуін алады. Онда маған бір тарифный планнан 50% ол 75 мың теңге.
сөйтіп мысалы егер мен жаңа 750 мың теңге салдым ғой, мен бір кісіні шақырдым, Қопан ханым, мүмкін Тана ханым тоже, мен мысалы айтайын, иә, мен тоже адам, Тана ханым тоже 750 мыңға сатып алады, өйткені 5 уровень мен де алғым келеді дейді. Ол мына кісі сатып алғаннан кейін маған 50%-ын қайтадан қайтарып береді. Сонда мен салған ақшамды уже қайтадан қайтарып аламын. Екі әрқайсысы. Одан кейін арғы жаңадан кісілерін шақыра беремін ғой. Тоже түсіндіріп айтамын. Біреу екеу болады, біреу үшеу болады, біреу бір картасын алып, бір тарифін алып, каждыйынан 50% бізге жаңағыдай компания қайтарып беріп отырады. Сөйтіп ақша табуға болады. Одан кейін ары қарай жаңа айттым ғой, 5 уровнядан жүрген сайын сізге бонус түседі. Одан кейін ары қарай мысалы осы компания жұмыс істегеннен кейін ертең розыгрыштар болады. Розыгрышта бізде неме болады, мысалы жаңада көбінесе шығып жатқан телефон, айфон, сондай көп нәрсе подароктар шығады. Екіншіден турпутевкалар шығады шетелге. Онда мысалы соны разыгрывать еткеннен кейін біз ұтып аламыз. Ертең мысалы бір неме таксимен жүріп, маған мүмкін сол 30 түсетін шығар, маған мен сөйтіп 30-ын нетіп аламын. Сол үшін бізге сол тарифный план керек. Егер мысалы тарифный план керек жоқ, мен ешқандай бонус алмаймын, тек қана таксимен жүремін десеңіз, тоже өзіңіз ұтамыз. Ешқандай ешкімнің несі жоқ. Әркім өз несіне көбіріне қарайды. Бірақ та бұл былай айтқанда, кім өзі бизнеспен айналысқысы келеді, кім ақша табысқысы келеді, онда осы тарифный план сатып алып ақша істеуге болады. Егер бұл керек жоқ десеңіздер, тек қана маған өзім Қазақстан такси керек болса мен жүремін болды десеңіз, пожалуйста, осы таксимен ғана қолданып жүре бересіз, ешқандай бизнеске керек емес. Енді мысалы бізде қазір акция жүріп жатыр. Ой, бітті қалды ғой, май бүгін 1-ші майдың аяғына дейін. Егер біз мысалы бір тарифный план сатып алсам 150 мыңға, ол уже бітті қалды. 31 майға дейін мысалы мен 1-ші уровняға 50 адам тіркесем, маған тағы 2-ші тарифный план тегін беруші подарок. Егер мен мысалы бір айдың ішінде 100 адам тіркесем, маған 2 тағы да береді. Ол уже получается 300 мың теңге. Егер мен мысалы бір айдың ішінде 1-ші немеге уровеньге 200 адам тіркесем, маған қалған 4 тарифный планды 600 мың теңге маған подарокке беруші компания. Сонда бір айға жаңа бізде акция болған, ол осы 1-ші майға дейін кеше бітті. Сонда неме болған. Бірақ та енді ол тағы да ары болатын шығар. Болады ғой, талай болады. Сондықтан енді ары қарай өздеріңіз білесіздер. Ақша табам керек десеңіз, осы тарифный план сатып алуға болады. Вот осындай қазір мобильный приложение такси деген шығып жатыр. Енді жаңағыдай айтқан Ақтөбе қаласында осы такси жұмыс істеп жатыр. Негізі бұны бастағаннан кейін кішкентай қаладан бастаймыз деп отыр, кішкентай. Анандай үлкен Алматы, Астана, Шымкент үлкен қалалар ғой. Ол кішкене кейінірек деп отыр. Сондықтан жаңағыдай Ақтөбе кішкентай қаласы содан бастады. Өскемен, Талдықорған сөйтіп бастаймыз деді. Сөйтіп кете жатыр. Енді соның бәрі болады. Бұл енді жаңадан шығып жатқан проект бесплатный такси. Егер сізге сол керек деп жатсаңыз, мен Тана ханым сізге ссылканы жібереді. Сол ссылка бойынша өзіңіз регистрация жасайсыз. Мен сізге жібердім жаңа, соған регистрация таксиге. Таксиге жібердім, жаңа да жібердім. Такси бір жағынан өзімізге де жақсы, балаларымызға да жақсы, немелерімізге де жақсы. Өзіміз арасында мысалы тойға барамыз, қонаққа барамыз, такси болып қалады мысалы тез. Өте қолайлы мысалы. Сол пока алдын ала сол приложение ашып тіркеп алуға болады. Бұл сондықтан неме бар. Вот осындай ақпарат енді. Сіздерге көп рахмет келгендеріңізге.